Бұл видеода біз РНК мен оның қызметі, құрылысы, түрлері туралы және де ДНК мен РНК-ның негізгі айырмашылықтары жайлы айтатын боламыз. Тақырып толықтай түсінікті болу үшін каналда орналасқан ДНК құрылысы туралы видеоны қарап шығуларыңызға болады. Сонымен РНК-ның толық атауы рибонуклеин қышқылы. РНК ДНК тәрізді нуклеин қышқылдарына жатады. РНК табиғатта кеңінен таралған нуклеин қышқылдарының типі. Негізгі қызметі генетикалық ақпаратты тасымалдау және де нәруыз биосинтезіне қатысу. РНК мен ДНК-ның арасындағы ең алғашқы айырмашылық бұл РНК-ның бір тізбектен, ал ДНК-ның екі тізбектен тұруында болып табылады. Одан бөлек, РНК-ның молекуласы ДНК молекуласына қарағанда анағұрлым кішірек болып келеді. РНК тізбегі көптеген нуклеотидтерден құралған, ал әр нуклеотид үш негізгі компоненттен тұрады. Олар азотты негіз, фосфор қышқылының қалдығы және рибоза деп аталатын қант. РНК-ның құрамында рибоза қантының болуы оның ДНК-дан екінші айырмашылығы болып табылады. Өйткені ДНК-ның құрамындағы көмірсу, яғни қант бізде дезоксирибоза. РНК-да 4 азотты негіз бар. Олар цитозин, гуанин, аденин, урацил. Және осы жерде бізде үшінші айырмашылық шығады. Өйткені ДНК-ның құрамында урацил азотты негізі болмайды. Оның орнына тимин азотты негізі бар. Бұдан шығатын қорытынды РНК-да сутекті байланыстар аденин мен урацилдың және гуанин мен цитозиннің арасында түзіледі. Яғни аденин урацилге комплементарлы, ал гуанин бізде цитозинге комплементарлы. Сонымен ДНК мен РНК арасындағы негізгі айырмашылықтарды қорытындылай кетейік. ДНК молекуласы бізде екі тізбектен, ал РНК молекуласы бір тізбектен тұрады. ДНК бізде ядрода орналасады, ал РНК ядро мен цитоплазмада орналасады. ДНК-ның ферменті ДНК полимераза, ал РНК-ның ферменті РНК полимераза. ДНК бізде 4 азотты негіз аденин, гуанин, цитозин, тиминнен тұрса, РНК бізде аденин, гуанин, цитозин, урацилден тұрады. ДНК-ның негізгі қанты дезоксирибоза, ал РНК-ның негізгі қанты рибоза болып табылады. Жасушадағы атқаратын қызметіне қарай РНК үшке бөлінеді. Олар ақпараттық РНК, тасымалдаушы РНК және де рибосомалық РНК. Ақпараттық РНК-ны матрицалық РНК деп те атайды. Ол ДНК-дан генетикалық ақпаратты көшіру қызметін атқарады және жасушадағы ақуыз биосинтезінің матрицасы болып табылады. Бұл процестер транскрипция және трансляция деп аталады. Ақпараттық РНК-ның синтезделуіне әсер ететін фермент РНК полимераза. Рибосомалық РНК. Бұл РНК-ның түрі рибосомада орналасады. Рибосомалық РНК рибосома органоидында жүретін нәруыз биосинтезіне тікелей қатысады. Тасымалдаушы РНК. Тасымалдаушы РНК нәруіз синтезі болып жатқан жерге амин қышқылдарын тасымалдау қызметін атқарады. Бұл РНК жасуша ядросында да, протоплазмада да кездеседі. Енді тасымалдаушы РНК-ға толығырақ тоқталайық. Тасымалдаушы РНК-ның пішіні беге жапырағына немесе жоңышқа жапырағына ұқсайды. Тасымалдаушы РНК-да сутектік байланыс арқылы байланысқан екі тізбекті фрагменттер бар. Ақуыз синтезі кезінде тасымалдаушы РНК ДНК ақпаратына сәйкес келетін амин қышқылын тасымалдайды және комплементарлық принципі бойынша өзінің антикодонымен ақпараттық РНК-ның кодонына жалғанады. Толығырақ бұл туралы нәруіз биосинтезі видеосынан көре аласыздар. Осымен РНК жайлы ақпарат тәмамдалды. Назарларыңызға рахмет.